Бүгінгі күнде елімізде құрметлі президентіміздің басшылығында жас әулетті тәлім тәрбиясының ең ахметлі буыны болған мектепке шекемгі білімлендіру шөлкемлеріне ітібары нәтижесінде мектепке шекемгі білімлендіру менен қамтып алу көрсеткіші жылдан жылға артып бармақта. Атап айтқанда, республикамыздағы 3-7 жастағы, мектепке шекемгі жастағы 154.544 баладан 129.000 бала қамтып алынып, қамтып алу көрсеткіші 84% құрайды. Әлбетте бұндай көрсеткішке мемлекеттік һәм мемлекеттік емес мектепке шекемгі білімлендіру шөлкемлерінің құрылуы, мектепке шекемгі білімлендірудің альтернатив түрлері, яғни мәжбүри бір жылдық бейпіл таярлау топарлары, қысқа топарлар, мобиль топарлар, сондай-ақ дәслепкі рауажлану орайларының тармақларының кеңеюі есабынан ерсілген. Сондай-ақ мектепке шекемгі білімлендіру шөлкемлерінде тәлім сипатына үлкен ітібар қаратылмақта. Республика бойынша 25 таяныш мектепке шекемгі білімлендіру шөлкемлері таңлап алынып, іреже тикарында мектеп методикалық шеберлік күні һәм методикалық сағатлары өтіліп келмекте. Соның менен біргелікте тәлім сипатымен біргелікте педагог кадрлардың потенциалын асыру мақсатында елбасшымыздың ітібары менен мектепке шекемгі білімлендіру шөлкемлеріндегі орта арнаулы педагог кадрларды жоғары бакалавр дәрежесіне ерсуді шөлкемлестірді. Бұнда дуал тәлім тикарында тәлімді шөлкемлестіріп, 5+1, яғни 5 күн жұмыс, 1 күн оқу шөлкемлестіріледі. Бұл да әлбетте елбасшымыздың ұсыныстарына деген үлкен ықыласынан дерек береді.